Қайырлы кеш, бүгін мерекемен қонақта бірінші курс студенті Нұртілеу, техник-механик мамандығынан, және де екінші курс студенті Еркен Нұр, шаштараз мамандығынан. Қош келдіңіздер. Сіздерге бірінші қояр сұрағым, осы мамандыққа қалай келдіңіздер? Менің алдымда екі таңдау тұрды. Мұғалім мамандығына түсу, немесе политех колледжінен бір мамандықты таңдап, сол мамандықпен жүру. Мен көп ойлай келе шаштараз мамандығын таңдаймын деп шештім. Суретке екем болғаннан кейін сол шаштараз мамандығы жақын деп ойладым. Енді сіз өзіңіз шаштараз мамандығында екінші курста, меніңше өндірістік оқыту сабақтары болып жатыр, сіздерде. Қалай ойлайсыз, бұрынғы шаштаразға қарағанда қазіргі шаштараздарда айырмашылық бар ма, және де даму өсу реттілігі бар ма? Бар деп ойлаймын, себебі бұрын шаштараз мамандығы тек қана шаш қию, әрлеу ретінде ғана қарастырылған болғандықтан, ал қазір көп бағдарламалар дамып, көп жетістіктерге жетіп жатыр. Бұл жерде нені айтып кетуге болады, мысалы TikTok, Instagram өзіне кіргенде фильтр қолдану арқылы шашты бояп береді, өзіне ұнаған макияжды таңдап береді деген сияқты. Бұл жерде яғни біз дамып келе жатқан технологиялар жайында айтуымызға болады. Жақсы. Шаштараз мамандығында клиент мысалы шаштараз мамандығына келер кезде өзінің стиліне, бет пішініне сай келетін шаш үлгісін таңдап келуге болады. Оны таңдау үшін әртүрлі бағдарламалар бар. Көп қосымшаларды жүктеп алып, солармен таңдап алуға болады. Алдын ала келуге болады дейсіз ғой, дайындалып. Жақсы. Ары қарай Нұртілеу, енді техник-механик деген негізі жұмысшы мамандықтар арасында өте беделді мамандықтар деп білемін. Сіз бұл жолға қалай келдіңіз? Мен бала кезімнен техникаға қызығам, және әкем де машиналар жөндейтін, мен соған қарап өстім, және де әкемнің берген ақылымен осы политехникалық колледжға техник-механик оқуына түстім. Жақсы, енді бұрын сонды, мысалы, әкелеріміз жай құрал саймандармен бір-екі кілттермен жүріп, машиналарын болмаса велосипедтерін жөндейтіндігін, ал қазір қалай ойлайсыз, даму бар ма? Қазіргі таңда көп нәрсе компьютермен қай жер бұзылып тұрған, қай жерін ауыстыру керектерін барлығын компьютер арқылы шығарып көрсете алады. Яғни техник-механик болу үшін тек қана құралдарды ғана білмей, біз еще цифрлы сауаттылық дамытуымыз керек қой, сонда. Қандай қазіргі таңда автокөліктер көп сатылымда? Мысалы, қазіргі біздің рыныққа бұрын иномаркалар түсушеде, қазір Қытай маркалары бар, білесіз бе қандайлар? Қазір көп сұранысқа Чанган көлігі. Өзіңіз мініп көрдіңіз? Айдап көрдіңіз, қалай ұнай ма? Жақсы, енді мынандай бір сұрақ екеуіңізге де. Осы мамандықтарыңызды 20-30 жылдан кейін қалай көресіздер? Мен мамандығым бойынша қазірдің өзінде де бар, роботтар жұмыс істейтін сияқты. Роботтар жұмыс істейтін сияқты. Сонда сіз не істейсіз? Креслода кофе ішіп отырам. Роботтарды қарап, жұмысын бақылап, сіз өзіңіз техник-механик болып кофе ішіп отырам дейсіз ғой, жақсы. Ал сіз? Мысалы, шаштараз мамандары, мысалы, жасанды интеллектпен орны баса алмайды деп ойлаймын. Себебі қанша дегенмен роботтар шыға берсе де, адамның істеген шаш үлгісіне ештеңе жетпейді деп ойлаймын. Дұрыс, жақсы, Менде де соған негізі келсем, қаншалықты роботтар, жасанды интеллект, технологиялар өскенменен негізі адамның қолымен жасалған дүние өте құнды, сапалы болады деп ойлаймын. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Осылай ойларыңызды бөлісіп, өздеріңіздің мамандықтарыңызды ашып, бізге түсіндіріп, осылай пікірлеріңізді бөліскендеріңізге сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет.